үшін мен мынадай чипсы мына жерге дайындап қойдым. Шамалы триггер арасында қытырлаған дауыс болу үшін. Сонымен бастаймыз. Мен ағылшын тілін ең басында сол мектепте оқығанмын. Бірінші класстан бастап бізде ағылшын тілі болған. Және де мектепте ең сүйікті менің пәнімнің бірі ағылшын тілі болған. Жалпы мен математика, геометрия, алгебра, физика, химия деген сабақтарға шын айтсам жоқпын. Өте қиын маған сол пәндер. Ал қазақ тілі, әдебиет, орыс тілі, литература және ағылшын тілі маған өте ұнайтын. Және өзіме солай жеңіл болатын. Ағылшын тілін мен мысалға білмеймін, тез қабылдаймын оқығанда да. Кейін университетке түскесін, ол жақта да шамалы 1 жыл, қателеспесем 1 жыл оқыдық ағылшын. Сосын өзім үйде кітаптар оқитынмын. Мына жерде мен кітаптарымды дайындап қойғанмын. Мен мынадай бір әдетім бар десе болады. Мен мынандай кітаптарды фильм түсіреді ғой, кітаптар бойынша. Сондайларды оқығанды жақсы көремін. Былай салыстыру үшін мысалға бірінші кітапты оқисың да, кейін сол киноны көргенде бір жағынан салыстырасың. Сен оқығанда кейіпкерлерді өзің былай ойлайсың ғой, ал киноны қарағанда олар мүлдем басқаша болады мысалға. Сол маған қызық бір жағынан. Және де ағылшынша кітаптарды мен осындай кинолар бойынша, мынау мысалға Love Rosie деген бұндай кино бар. Бұл барлығы ағылшынша. Және де мынау енді шамалы белгілі Жизнь Пи, мүмкін естіген шығарсыздар, көрген шығарсыздар киносын. Тигр туралы. Адам, жас бала, тигрмен екеу бір қайықта қалады. Өте қызық киносы, және кітабы да өте күшті. Бұл да барлығы ағылшынша. Мынау да өте белгілі кино. Мынау білетін шығарсыздар, менің қызым бәрін шыпсты. Мемуары гейши деген мынау ағылшыншасы. Бұл да өте күшті кино, маған қатты ұнайды. Мен осылардың барлығын оқып тастағанмын. Мынау да PS I love you деген, PS я люблю тебя деген. Өте романтикалық, өте жақсы. Көрген шығарсыздар. Мен қазір спойлер ештеңе айтпай қояйын. Бірақ өте сондай жылайтын бір жағынан кино. Мынаны мен сон кітабын оқығанмын ағылшынша. Осының тағы менде орысша кітабы болған. Бірақ ол қателеспесем Астанада қалып қойды. Өйткені Астанада да біраз мен кітаптарым қалған. Көшкенде барлығын ала алмадым да, сол жақта қалды жартысы. Мынау да, бұл да осындай кино, ағылшынша кітабы. Мынау One Day, орысша один день деген. Энн Хэтэуэй ойнайды. Күшті, маған ұнайды бұл да киносы. Және кітабы да өте қызық. Және бұл кинолар мен былай түсірген. Және мен тағы да екі тілде, бір кітап екі тілде сондай оқыған жақсы көрем. Бірден мынаның ішінде бір жағы ағылшынша жағы, ал мынау орысша жағы. Өте ыңғайлы. Бірден оқисында, екінші білмей жатсан сөзін орысшасын қарап біліп аласың қалай аударылатын. Осы да өте көмек
оқып шығам, бірінші ағылшынша, кейін орысшасын оқимын. Сол кезде маған түсінікті болады, егер бір түсінбеген жерім болса. Және де мен бөлек те кітаптар сатып аламын, егер де осындай бір кітаптың ішінде болмаса. Мысалы, мынау бір кітап, тек мынау орысша, «Жизнь после жизни» дейді. Мынау ағылшыншасы соның «Life after life». Не, екеуін дейді түлкідір. Осылайынан бірінші ағылшынша оқимын, сосын орысшасын оқимын. Мысалға, бір жаңағы глава дейді ғой, енді бір бөлімін мен толық оқып шығам ағылшынша, кейін соны орысша оқимын. Сол кезде маған түсінікті бола бастайды. Осылайынан бір кітапты мен екі тілде сатып аламын, егер болса, әрине. Көбісі ондай бола бермейді. Сосын мына жерде тағы мынандай ағылшынша кітаптарым бар, мынаның бәрі. Мынау Оскар Уайльд, білетін шығарсыздар, ағылшынның жазушысы өте белгілі. Мына жерде ішінде көп деген несілері, роман, кішкене әңгімелері бар. Осыларды да оқығанмын. Бұлар өте көмектеседі. Бұнымен бірге мен чипсым туралы тағы да кино қараймын. Ағылшынша қосып қоям, және субтитрлармен. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Сүйікті кино немесе сериалдарыңыз болса, соның ағылшыншасын субтитрлармен көруге болады. Ол ағылшын тілін естіген құлаққа өте не болады, өте пайдалы, былайынан естіген, на слух дейді ғой. Білесіздерді бірден қандай сөздің қалай айтылатыны, өйткені ағылшын тілінде кейбір әріптер мысалға оқылмайды. Мысалға no деген сөз бар ғой. Мен білемін, I know деген мысалға. Ол K, N, O, W мен жазылады ғой. Бірақ K оқылмайды, K. No деп айтылады. Сондықтан да ондай сөздер өте көп ағылшын тілінде. Және де менімше ең басты өзін қинамаған, өз-өзіңізді қинамаған жөн. Мысалға, мен мынау кітаптардың барлығын оқыдым. Өзімді қинап мен оқыған жоқ, маған керісінше ол өте ұнады. Мен сондай бір ләззат алып, сөйтіп оқыдым, маған қызықты болып. Кинода қарағанда маған ұнайды олай қараған. Ал егер сіздер өзіңізді бір қинап, осы маған ағылшын тілін үйрену керек, не болса да сондай көргіңіз келмей, оқығыңыз келмей, сондай жасайтын болсаңыздар, меніңше ол ешқандай да сіздерге бермейді. Андай результат дейді ғой енді. Сондықтан да главное, ең бастысы осындай талпынып тұру керек та, желание болу керек. Және де маған өте жақсы көмектескені, мен бір жыл Қытайда оқыдым ғой. Осы 2015 жылы бір жылға сол жаққа кеттім, Чиндао қаласына. Қытай тілін оқыдым. Бірақ о жақта Қытай тілімен бірге о жақта енді мұғалімдер мысалға орысша сөйлемейді. Олар тек немесе қытайша, немесе ағылшынша сөйлейді. Және де көптеген мен достарымды сол жақта таныстым, басқа елдерден, Франциядан, Пакистаннан, көптеген елдерден сол жақта оқитын. Солармен мен ағылшынша сөйлеп, солай өзімнің тілімді тәжірибе керек дейді, практика ретінде. Сол маған өте көмектесті. Жалпы айтады ғой, ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, сол ағылшын тілін сөйлейтін жаққа
бару керек деген сияқты. Білмеймін, Америка немесе Англия. Енді оған әркімнің әрине ақшасы жете бермейді, бірақтан ол өте көмектеседі. бір жылға мысалға сіз барсаңыз да, бір жылдың ішінде сіз өте көп үйренесіз. Өйткені ол жақта сіз орысша немесе қазақша сөйлемейсіз, тек қана ағылшынша. Сондықтан да сіз тез жылдам үйреніп кетесіз. Және де мысалға үйде сіз өзіңіз жүргенде, үйдегі мысалы отбасыларыңызбен, отбасы мүшелерімен немесе достарыңызбен ағылшынша сөйлеуге болады. Ол да сол тәжірибе ретінде. Өйткені сіз сөйлемесеңіз былайынан ағылшын тілі ол ұмытылып кете береді. Менде өкінішке орай ол Қытай тілімен солай болған. Мен сол осыдан 5 жыл бұрын Қытайда оқыдым ғой. Енді қазір мен ешкіммен сөйлесе алмаймын, былай айтқанша қытайша. Сондықтан маған ол тілі жаймен деп ұмытыла бастап жатыр. Ол әрине енді өкінішті. Бірақ ағылшын тілімен тырысамын ұмытпауға. Сондықтан да осындай кітаптар, кино көріп, қазір көптеген ойындарды мысалға ойнауға болады компьютерде ағылшынша. Менің күйеуім ағылшын тілін ол өте жақсы біледі. Ол сол ағылшын тілін ойындармен үйренген. Ешқандай курстарға ол шетелге де бармаған. Тек қана сол ойындарды ойнап, сол о жақта енді ағылшынша сөйлейді ғой кейіпкерлер. Солайынан ол көп жылдар ойнап, содан ағылшын тілін үйрене берген. Жалпы енді меніңше мен осылай үйренгенмін ағылшын тілін. Әртүрлі курстар да бар, ондай курстарға да мен барғанмын, бірақ о жақта көбінесе грамматиканы үйретеді ғой. Ал маған грамматика, шын айтсам, ондай ұнамайды. Енді жаттап алған. Маған жай осылай сөйлеген ұнайды. Жай кітап оқып, жамандай әртүрлі ережелерді жаттап, past simple, past perfect, әртүрлі жақтар бар ғой ағылшын тілінде. Мен ондайды, шын айтсам, жаттағым келмейді. Мен осылайынан сөйлеп, кітап оқып, кино қарап, солайынан үйренгім келеді, және солай мен үйренгенмін ағылшын тілін. Сондықтан да сіздерге менің осы кеңестерім енді шамалы көмектеседі деген үміттемін. Егер сіздер ағылшын тілін жақсы көретін болсаңыздар, осылай істеуге болады. Және де білмеймін, енді шамалы мен видео шамалы триггер болсын деп ойлағанмын. Бірақ көбінесе енді әңгіме ретінде болды. Енді бұл сіздердің ұсыныстарыңыз, мен түсінем, бұл ұсыныс баяғыда айтылып кеткен, және ұзақ түсірмей жүргенмін. Мен сондай білмеймін жағдай болып қалдым, уақыт болған жоқ. Қазір осыны мен түсіріп отырмын, сіздерге ұнайды деген үміттемін, және кішкене болса да көмегі тиеді деген үміттемін. Онда болды. Сіздердің барлықтарыңызды мен құшақтадым.